Қайырлы күн оқушылар. Біз бүгін екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді үйренеміз. Бізге төменгі сыныптардан мынандай теңсіздіктер таныс. Айталық 2х қосылған 5 үлкен не тең 0-ден. Немесе х квадрат азайтылған 4х кіші 3-ден. Немесе 2 бөлінген х кіші не тең 1-ден. Тағы сол сияқты. Бұл теңсіздіктер бір айнымалысы бар теңсіздіктер, өйткені олардың құрамында х айнымалысын көріп отырсыздар. Ал егер де теңсіздіктің құрамында х-тен өзге тағы да y айнымалысы болатын болса, онда ол теңсіздік екі айнымалысы бар теңсіздік деп аталады. Екі айнымалысы бар теңсіздіктерге мысалдар келтірейік. Мысалы, 3х қосылған y үлкен не тең 1-ден. Немесе х-тің квадраты азайтылған 3y қосу 2 кіші 0-ден. Немесе тағы да y кіші 1 бөлінген х-тан. Тағы сол сияқты. Сонда екі айнымалысы бар теңсіздіктерге осындай алуан түрлі мысалдар келтіруімізге болады. Енді екі айнымалысы бар теңсіздіктің шешімі дегеніміз не? Екі айнымалысы бар теңсіздіктің шешімі дегеніміз бұл осы беріліп тұрған теңсіздікті тура санды теңсіздікке айналдыратын сандардың жұбы. Мысалы, біз қазір мынандай сандар жұбын қарастырайық. 0-де 1. Осы сандар мына берілген теңсіздіктердің шешімі бола ма екен? Соны тексеріп көрейікші. Ол үшін біз берілген теңсіздіктердегі x пен y-тің орнына мынау сандарды қойып қараймыз. X-тің орнына 1-ді қоямыз, 3 көбейтілген 1, қосу y-тің орнына 0-ді жазамыз, үлкен не тең 1-ден. Сонда 3 үлкен не тең 1-ден деген тура теңсіздік шығады. Олай болса 1-ден 0 сандар жұбы осы теңсіздіктің шешімі бола алады екен. Енді бұл сандар жұбы мына теңсіздіктің шешімі бола ма? Соны тексеріп көрейік. Ол үшін x-тің орнына 1-ді, y-тердің орнына 0-ді қойып есептейміз. Сонда 1-дің квадраты азайтылған 3 көбейтілген 0, қосу 2 кіші 0-ден. Есептеп қарасақ, 3 кіші 0-ден деген теңсіздік шығады. Бұл тура теңсіздік емес. 3 0-ден кіші болмайды. Олай болса, 1-ден 0 сандар жұбы мынау теңсіздіктің шешімі бола алмайды екен. Біз кез келген сандар жұбыны координаталық жазықтықта қандай да бір нүкте сәйкес келетіндігін білеміз. Олай болса, екі айнымалысы бар теңсіздіктердің шешімдерін координаталық жазықтықта сызып көрсетуге болады. Осыған мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Минус 3х қосылған 4y кіші не тең 0 теңсіздігінің шешімдерін координаталық жазықтықта бейнелейік. Ол үшін алдымен y-ті x арқылы өрнектеп алайық. Y кіші не тең 3 бөлінген 4х-қа. Енді осы теңсіздіктің шешімдерін бейнелеу үшін алдымен біз y-тен болады 3 бөлінген 4х функциясының графигін салып алайық. Бұл сызықтық функция, оның графигі түзу сызық болады. Олай болса, оның бойында жатқан екі нүктені белгілеп, түзуді жүргізуімізге болады. Y-тен болады 3 бөлінген 4х түзуін жүргіздік. Ол мынау түзу. Енді осы түзу координаталық жазықтықты екі жарты жазықтыққа бөліп тұр. Енді қараңыздар балалар. Y кіші не тең 4-тен 3х теңсіздігінің шешімдері осы түзуден төменгі жатқан жарты жазықтық болады. Ал егер де бізге теңсіздік y үлкен не тең 4-тен 3х деп берілетін болса теңсіздік, онда оның шешімдерінің жиыны мынау түзуден жоғары жатқан жазықтық болар еді. Олай болса, біз қазір осы теңсіздіктің шешімдерінің жиынын бояп көрсетейік. Екі айнымалысы бар теңсіздіктің шешімдері жатқан ауданды табудың тағы да бір әдісі бар. Ол осы екі жарты жазықтықтың кез келген біреуінен кез келген бір нүктені белгілеп алып, теңсіздікті тексеріп көру. Айталық, қазір біз 1-де 3 деген нүктені алайық. Мынау жоғарғы жарты жазықтықтан. Осы нүктенің координаталарын алып, x пен y-тің орнына қойып есептеп көрейік. Сонда y-тің орнына 3 қоямыз, кіші не тең 4-тен 3 көбейтілген 1. Яғни 3 кіші не тең 4-тен 3-тен деген теңсіздік шықты. Бұл тура емес теңсіздік. Олай болса, 1-де 3 нүктесі мына теңсіздіктің шешімі бола алмайды. Ендеше осы нүкте жатқан жарты жазықтықтағы барлық нүктелер мына теңсіздікке шешім бола алмайды.
Олай болса, теңсіздіктің шешімдерінің жиыны екінші жарты жазықтық болады екен. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бізге 2х квадрат қосылған 3y азайтылған 3х азайту 1 үлкен 0 теңсіздігі берілген. Осы теңсіздіктің шешімдерінің жиынын координаталық жазықтықта бейнелеуіміз керек. Алдымен y-ті x арқылы өрнектеп алайық. 3y үлкен минус 2х квадрат қосылған 3х қосу 1-ден. Және теңсіздікті 3-ке бөліп жіберетін болсақ, y үлкен болады минус 3-тен 2 x-тің квадраты қосылған x қосылған 3-тен 1-ден. Осы теңсіздіктің шешімдерін бейнелеу үшін алдымен біз y-тен болады минус 3-тен 2x квадрат қосылған x қосылған 3-тен 1 квадраттық функциясының графигін салып алайық. Осы функцияның графигі тармақтары төмен қараған мынау парабола болады. Бұл парабола арқылы координаталық жазықтық екі ауданға бөлінді. Енді біздің теңсіздігіміздің шешімдері қай ауданға тиісті, соны анықтайық. Ол үшін кез келген бір нүктенің координатасын алып, берілген теңсіздіктегі x, y-тің орнына қояйық. Қазір мен есептеуге оңай болу үшін координаталар бас нүктесін алып отырмын. X-тің және y-тің орнына 0-ды қойып есептейік. Сонда 0 үлкен 3-тен 1 деген теңсіздік шығады. 0 үлкен 3-тен 1-ден. Бұл тура теңсіздік емес, олай болатын болса 0-ден 0 нүктесі, бұл мынау теңсіздіктің шешімі бола алмайды. Яғни осы нүкте жатқан аудандағы барлық нүктелер бұл теңсіздіктің шешімі емес. Ендеше теңсіздіктің шешімі ол екінші аудан. Сонымен қатар біз теңсіздік белгісіне мән беруіміз керек. Бұл қатаң теңсіздік. Олай болса, теңсіздіктің шешімдерінің ішіне осы параболаның бойындағы нүктелер кірмеу керек. Енді теңсіздік шешімдерінің жиынын бояп көрсететін болсақ, ол мынау аудан болады. Назар аударып қарасаңыздар, мұнда парабола үзік сызықтарменен көрсетіліп тұр. Яғни бұл парабола бойындағы нүктелер теңсіздік шешіміне кірмейді дегенді білдіреді. Келесі мынандай теңсіздікті шешейік. X қосылған 1-дің квадраты қосу y азайтылған 3-дің квадраты кіші не тең 9-дан. Бұл теңсіздіктің шешімдерін координаталық жазықтықта бейнелеу үшін біз x қосылған 1-дің квадраты қосылған y азайтылған 3-дің квадраты тең болады 3-дің квадраты деген шеңберді салып алуымыз керек. Бұл шеңбердің центрі минус 1-де 3 нүктесінде жатыр және радиусы 3-ке тең. Сонымен мынау шеңберді алдық. Бұл шеңбер координаталық жазықтықты екі ауданға бөліп тұр. Шеңбердің ішкі ауданы және шеңбердің сыртқы ауданы. Біздің теңсіздігіміздің шешімі қай ауданға тиісті, енді соны анықтайық. Ол үшін тағы да бір нүктені алайық. Есептеуге жеңіл болу үшін координаталар бас нүктесін алайын тағы да. X-тің орнына және Y-тің орнына 0-дерді қойып есептейік. Сонда не шығады? Мұнда 1-дің квадраты, мұнда минус 3-тің квадраты. 9 қосылған 1 10 болады. 10 кіші немесе тең 9-дан. Осындай теңсіздікке келдік. Бұл тура теңсіздік емес. Олай болса, 0-ден 0 нүктесі мынау теңсіздігіміздің шешімі бола алмайды екен. Сонымен теңсіздіктің шешімдері мінекей боялған шеңбердің ішкі ауданы болады екен. Келесі мысалды қарастырайық. 4-ші. X, Y қосылған Y үлкен не тең 2-ден. Осы теңсіздіктің шешімдерін координаталық жазықтықта бейнелейік. Ол үшін Y-ті X арқылы өрнектеп алайық. Y-ті жақсанысқа шығаратын болсақ, X қосу 1 үлкен не тең 2-ден. Енді екі жағдай қарастырамыз. Бірінші жағдай X қосылған 1 0-ден үлкен болған жағдай. Яғни X үлкен болғанда минус 1-ден. Ол кезде Y үлкен не тең болады 2 бөлінген X қосу 1. Себебі біз теңсіздікті оң санға бөліп тұрмыз, ол кезде теңсіздік белгісі ауыспайды. Екінші жағдай X қосылған 1 0-ден кіші болғанда,
яғни x минус 1-ден кіші болғандағы жағдай. Біз теңсіздікті теріс санға бөлген кезде теңсіздік белгісі ауысатындығын білеміз. Олай болса, y кіші не тең 2 бөлінген x қосу 1-ден. Міне осы екі жағдайды қанағаттандыратын нүктелердің жиыны мына берілген теңсіздіктің шешімі бола алады. Енді y-тен болады 2 бөлінген x плюс 1 функциясының графигін салайық. Бұл кері пропорционалдық тәуелділікті анықтайтын функция, оның графигі гипербола болады, және онда вертикаль асимптота x-тен болады минус 1 түзуі. Графикті салдық, гиперболаның тармақтарын жүргіздік, асимптотасын жүргізіп қояйық. Енді бірінші жағдайға назар аударайық. X үлкен минус 1 болған кезде, біз y үлкеніне тең 2 бөлінген x плюс 1 теңсіздігінің шешімін аламыз. Бұл теңсіздіктің шешімдері гипербола тармақтарының жоғары жақ бөлік ауданы. Міне суретте оны біз бояп көрсеттік. Енді екінші жағдайды қарайық. X кіші минус 1 болған кезде, біз y кіші не тең 2 бөлінген x плюс 1 теңсіздігінің шешімін аламыз. Бұл теңсіздіктің шешімі мынау гипербола тармақтарының төменгі жағы болады. Яғни мынау жасылмен боялған аудан. Сонымен беріліп тұрған теңсіздіктің шешімі осы боялған аудан болады екен. Көріп отырсыздар, мұнда минус 1-ден кіші болған кезде тармақтың төменгі бөлігі, және минус 1-ден үлкен болған кезде мынау тармақтың жоғарғы бөлігі алынды. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызда екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді үйрендік. Енді үйден мынау есептерді шығарып, өздеріңіз бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.